Бәріңізге сәлем. Бүгінгі сабақта біз жалпы трейдинг дегеніміз не, қандай сайттармен жұмыс жасаймыз, базовый понятиялардың барлығын сіздерге толық ашып түсіндіріп беретін боламын. Жалпы көп адамдар осы трейдингті инвестициямен шатастырып жатады, иә. Типа ойлайды, бұл жерде де жаңағындай арзан бағада сатып алдың и қымбатқа сатып жібердің деген секілді. Енді қараңыздар. Допустим, инвестиция дегеніміз қалай? Ол мысалға биткоинді 67 мың тұрған кезінде сатып алып, допустим, 90 мың тұрған кезінде сатып жіберу. Яғни арзанға сатып алдың, қымбатқа сатып жібердің, осы аралықта түскен жаңағындай 20-30% ақша, бұл сенің жаңағы инвестициядан түскен ақша болып саналады, иә. Ал енді трейдингтің инвестициядан ең үлкен айырмашылығы, бұл жерде қараңыздар, трейдерлар бағаның өсуінен де, бағаның құлауынан да ақша таба алады. Яғни бұл дегеніміз қалай? Яғни активтің бағасы өскен кезде лонг позиция ашу арқылы жоғарыға деп, активтің бағасы құлайды деп шорт позиция ашу арқылы табыс таба алады. Яғни трейдердің самый главный задачасы ол осы графикке қарап, дальше баға өседі ме, әлде баға осы жерден тоқтап құлайды ма, соны анықтау. Яғни трейдер баға өссе де, баға құласа да дұрыс анализ жасағанына қарай ақша таба алады. Енді қараңыздар, бұл жерде бізге основной керек сайт ол tradingview.com деп аталады. Осы мен ашып отырған сайттың аты tradingview.com. Мына жерде жоғары жағында жазылып тұр. Бұл сайтта сіздер только анализ жасайсыздар. Бұл сайтқа ешқандай да ақша салмайсыздар, пополнение жасамайсыздар, только анализ жасайсыздар, иә. Яғни бұл сайт сіздердің основной жұмыс жасайтын орындарыңыз болып саналады, TradingView деген. Ал одан кейін сіздер сол анализ жасағанға қарай сделкаларды ашасыздар, биржаларды ашасыздар. Егер де сіз анализді крипто нарығы бойынша жасайтын болсаңыз, ол кезде жаңағы Bybit'тен, Binance'тан ашасыз. А если форекс нарығы бойынша жасайтын болсаңыз, ол кезде жаңағыдай брокерден ашасыз. Енді крипто нарығы дегеніміз не, акция нарығы дегеніміз не, соның барлығын толық түсіндіріп өтейін. Мына жерде қараңыздар, сайттың поисковик деген жеріне баратын болсаңыздар, бізде осындай әртүрлі акцияның, форекстің, криптоның графиктерін шығады. Мінекей мына жерде қарасаңыздар, акциялар, иә, Tesla компаниясының акциясын ашуға болады. Дәл қазіргі моментте Tesla компаниясының бағасы көрсеңіздер болады осылайынан. Либо қараңыздар, Лукойл компаниясы, Сбербанк компаниясы, Яндекс компаниясы, яғни бірінші бөлім ол бізде акцияның нарығы. Осы жерде, допустим, сіз Nvidia компаниясының барып анализ жасау арқылы сіз мысалға осы жерден акцияның бағасы құлайды деп шортқа аша аласыз. Яғни сделканы шортқа аша аласыз, иә, тек қана лонг емес. Либо келесі акциядан кейінгі нарық ол бізде форекс. Форекс дегеніміз бұл бізде жаңағындай валютный паралардың рыногы, яғни евро-доллар, жаңағындай ГВП USD, HAU USD, золото деп көп айтып жатады, иә. Яғни бұл дегеніміз валютный паралар. Мысалға жаңағындай біздің қазақстанский теңгенің российский рубльге қатынасын барлығын осы графиктен көре аласыздар. Енді форекстан кейінгі нарық ол бізде криптовалюта нарығы. Криптовалюта нарығы дегеніміз, яғни бұл біз бәріміз білетін биткоин, одан кейінгі биткоиннан кейінгі барлық монеталардың бәрі альткоиндар, иә. Dogecoin, либо жаңағындай Solana деген секілді барлық монеталардың графигін ашып, қарап, осы жерден анализ жасап аласыздар. Сосын, мысалға, Solanaдан біз анализ жасадық, осы жерден баға құлайды деп, сделканы біз қай жерге барып ашамыз, яғни биржаға барып ашамыз. Просто осы сайттан біз анализ жасаймыз, ал сделкамызды біз өзімізге қажетті биржадан ғана аша аламыз. Енді қараңыздар сіздерде, мен жаңағы айтып өткенімдей, яғни біз активке байланысты биржаның түрі әртүрлі болады. Мысалға, биткоин USDT, эфириум USDT, USDT деп бітетін нәрсенің барлығы ол бізде крипто. Яғни криптоменен байланысты сделкалардың барлығын біз тек Bybit'тен, либо жаңағыдай Bingix'тан, либо Binance'тан ашсақ болады. Жалпы крипто биржалардың өте түрлері көп.
USDT деп бітетін нәрсенің барлығы ол криптовалюта. Биткоин USDT, эфириум USDT, Solana USDT деген секілді. Ал енді евро USD, либо HOW USD, AUD деген секілді валютный паралар болатын болса, допустим, AUD, либо евро USD, бұның барлығы біз Форекс брокерлардан ашамыз. Ал енді үшінші сауданың түрі бар, ол бізде проб компания. Проб компания дегеніміз, яғни жаңағыдай под управление үлкен ақша алу. Проб компаниядан ақша алуға болады, когда сіздер уже опыт бар, 1 жыл, 2 жылдай опыт бар, және дағы уже графикке қарап, жалпы алгоритмді жақсы түсінесіздер, қайда бара жатыр активтің, не үшін олай қозғалып жатыр, соның барлығын толығымен түсінген кезде ғана проб компаниядан үлкен ақша под управление аласыздар. Бұл жерде қараңыздар, $10,000 аккаунтты алу үшін сіздерге яғни экзамен беріледі. Сол экзаменнен өтсеңіздер, 2 этаптық экзамен, содан кейін сол $10,000 түсетін пайданың 80%-ін трейдер алып отырады, қалған 20%-і компанияның өзіне қалып отырады. Енді келесі мен осының барлығын өшіріп тастайын. Мына жерде тұрған барлығын удалить кнопканы басамыз да, мен сіздерге жалпы қазір осы сайтқа кішігірім тоқталып өтетін боламын. Енді қараңыздар, мен қазір графигімді тап-таза қылып қойдым. Басқа актив ашайық. Допустим, Форекс нарығы бойынша ашайық. Негізінде криптаға қарағанда больше ақша осы Форекс нарығында. Енді наяқтан қараңыздар. Жоғарғы бөлімде осы сайттың бұл жерде поиск инструментов. Біз бірінші акциямен сауда жасаймыз ба, әлде криптамен сауда жасаймыз ба, соны анықтап алуымыз керекпіз. Одан кейін келесі бізде таймфреймдер. Яғни бұл таймфреймдер дегеніміз әрбір свечаның түзілген уақытын көрсетеді. Нақты жоғарыдан қарайтын болсаңыздар, сіздер таймфреймдерді көре аласыздар. Келесі инструмент ол индикаторлар. Бұл жайында мен кейінде қосымша видео сабақ түсіндіремін. Наяқтан қарайтын болсаңыздар, сіздерге перекрестие, точка, стрелка деген нәрселер бар. Менде қазір перекрестие тұр. Бұл яғни осындай графикті осылайынан жылжытып, қозғалтып отыруға көмектеседі. Перекрестеден кейін бізде линия тренда деген нәрсе бар, яғни осылайынан сызуға керекті инструмент. Линия трендадан кейін сіздерге горизонтальная линия, яғни осылайынан жаңағыдай графикке анализ жасаған кезде қолдана аласыздар. Линия трендадан кейін коррекция по Фибоначчи. Бұл инструменттердің барлығының жеке өзінің жаңағыдай анықтамалары бар, өзінің қолданатын жерлері бар. Оның барлығын алдағы уақытта үйрене жатарсыздар. Мына жерде бізде длинная позиция, короткая позиция деген нәрсе бар. Яғни длинная позиция long, короткая позиция short, төменге құлайды деген кезде қолданасыздар. Ал төменгі жақтан қараңыздар. Төменгі жақтан біз активтің күнін көре аламыз. Мысалға, мен қазір ашып тұрмын. Вторник, 22 октябрьді ашып тұрмын. Либо, наяқта мен жүргізетін болсам, былайынан артқа қарай графикті жүргізетін болсам, мен қазір сіздерге май 2024 жылдағы графикті ашып тұрмын. Яғни, біз астыңғы жақтан графиктің жаңағыдай сәйкес келетін уақытын көре аламыз. Ал графиктің сол жағынан сол кездегі бағаны көре аламыз. Допустим, қараңыздар, евро-доллар емес, биткойнның примерінде көрсетейін бұл нәрсені. Қараңыздар, мысалға 24 октябрь күні, 11 октябрь күні 2024 жылдың биткойнның бағасы $59,770 тұрған, яғни астынан біз уақытын көріп алдық, ал мұнаяқта жанынан сол активтің дәл сол кездегі бағасын көре аламыз. Либо қараңыздар, биткойнның бағасы 23 октябрь күні уже $66,000 тұрған екен. Одан кейін немесе 5 ноябрь күні биткойнның бағасы $67,000 тұрды деген секілді көре аласыздар. Енді трейдердің самый важный задачасы ол графикке анализ жасау, яғни активтің бағасы қайда кетеді? Жоғарға кетеді ма, әлде осы жерден төменге кетеді ма? Соны анықтау. Ол үшін қолданылатын анализдің түрлері өте көп. Кейбіреулер жаңағыдай индикаторларға қарайды, мысалға, допустим, осындай индикаторларды қосып торговля жасайтындар да бар. Либо жаңағыдай
кейбіреулер ICT қолданады. Мен өзім қолданатын анализ ICT, яғни Smart Money анализі болып саналады. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша осы, мен сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Жалпы трейдинг деген не екенін түсіндіңіздер деген ойдамын. Осы сайтпенен толығымен түсіндіңіздер деп сенемін. Өздеріңіз бос уақытта осы сайтты Google-ға жазып, почта арқылы мына жерде регистрация өтесіздер ең алғаш кірген кезде. Одан кейін сіздерде осы график ашылады. Самостоятельно мына инструменттердің барлығын қарап қойып шықсаңыздар болады. Соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Егер дағы сіздерді жаңағындай трейдинг саласы қызықтыратын болса, жалпы обучениені арзан бағада өтіп результатқа дейін жеткілеріңіз келетін болса, осы видеоның соңындағы сілтеме бойынша өтіп Instagram парақшаға жазсаңыздар болады.